Жоқ, жайлап алайық та біз қазір отырып бірден ана қорапқа салмаймыз ғой. Байқасаңыз бастап. Бізде бастап кеттік қой. Жоқ, вообще деп жатырмын. Бірден келе салайық. Өтіп кетті. Иә, бірден келе салайық. Андай жасамай қойықшы. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, бұл подкаст осындай деп, пожалуйста, Дора. Келелерде Таңшолпан деп. Иә. Пожалуйста. Друзья, подписывайтесь на наш канал, свайпайте вверх. Это мы оставим в конце. Подкасттың аты Босат. Босат. Иә, Босат. Түсініп тұрсыздар ғой? Нені То есть, иә, өте күшті сұрақ. Іштеріңіздегі босатасыздар. Полный қандай больдарыңыз бар, бұл по-своему бір терапия. Үйге барасыздар. Вообще ешқап толмайды ішім. Шығарып тастаймын всегда. Сториске шығарып тастаймын. Сторисге. Білесің ғой, тура айтып тастаймын. Иә. Эфир ма, эфир емес па. Сосын мынау тұсау кесер. Өздеріңіз білесіздер. Иә, тұсауын кім кесер? Шашу. Соған тартады. Да? Да? Иә, сондықтан оның барлығын ескерейік. Үш камера тұр, қай камераның біреуіне барасың, сол сенің ары қарай жизненный путіңді определять етеді ғой. Иә. Анада типа ақша, окей, сразу видно тамада. Былай істейік, смотри, инсайт про Айгерим. Про Айгерім ханым. Кеше бұл кісі бүйтті, үшінші адам кім болады деп. Пока білмеймін, көреміз, ақылдасамыз деп. Сөйтіп айта беремін бұны, иә? Ештеңесі жоқ оның. Бастап кеттім оны. Айтып көрсей. Иә, оны былай істейік. Бүйтті. Так те оны. Негізгі жайындап отқаның дұрыс. Бүйтті. Давай ер кісі. Блин, подожди, мен күйеуін танимын дұрыс деп. Иә, давай ер кісі болсыншы дейді. Иә. А че не болып қалды десем, спорласуға жақсы болады. Күшті ғой. Иә. Егер қыз болса дейді, ұрысып қаламын дейді. Иә. Сондықтан Жоқ, мен негізі өмірде ұрыспаймын қыздармен, бірақ ұрыс болмай үшін үндемей қалуым мүмкін. Айгерім ханым үндемей қалу. Жарайды, жақсы. Былай істейікші, жалпы қалайсыздар? Не істедіңіздер? Жақсы. Карантин не істедіңіздер? Аман есенсіздер ма? Карантинде Алмас тиктокер болып кетуге сәл қалды. Сәл қалдым тиктокер болып кетуге. Сіз Вольттың курьерін күтумен болдыңыз. Жоқ, мен жұмыс істедім карантинде. Карантинде? Иә, радиода жұмыс тоқтаған бірақ. Прям как положено. Иә, мен қайта карантинде өзімнің тыңдармандарымды таптым. Жалпы радионы, лав радионы көбіне мои қызметкерлер көп тыңдайды. И мен именно оқып болып қайтып бара жатқан уақыт блокпосттағы пробкаға. Өйткені 6-да қала жабылады ғой, посттар. И 6-да мен тұрып қала беремін да кейде. И бір күні настроение болмайды, қала посты бәрібір бір түрлі көңіл-күй болмайды. И бір күні жаңағы пропуск көрсетесің. Жұмыс істейтін жаңағы пропуск, разрешение береді, иә. Лав радио деп тұрады. Лав радио что ли дейді, масканың ар жағынан. Жағы енді құқық қорғау қызметкері. Айтады, Лав радио, что у вас такие классные плейлисты, знаете, мне так нравится, а где скачать дейді? Обычно андай. Ехала дейді ғой, кете бер дейді. Сонда қайрым қағансың да. Я вам потом скину деп. И күнде сол. Лав радио проезжай деп өткізіп жүреді. Эфирдің кезінде сәлем берген жоқсыз ба, сосын сол мои қызметкеріне? Кейде мен түнгі эфирлерімде айтамын, біз лав радионың мои қызметкерлері көп тыңдайды. Мені тоқтатмаңыздар, менде бүгін құжат жоқ деп айта салуым мүмкін. Осымен сұрап салайыншы, кейде андай болады ғой. Елорда уақыты түнгі 1 деген кезде запись қойған барлығы? Иә, жазып қойғам. Или прям не емес қой? Маған кеше келді заказ. 5 бет Түркістан International аэропорт 3 тілде озвучить етіп бересіз бе дейді да. А мен деген, былай аэропортта жүрген кезде ана жаңа нелер бар ғой, выход на посадку на Астана дегендер. Я думал, вживую говорят, он оказывается тоже запись екен. Мен Қаншаға? Қаншаға? Бізге де қызық. Шыны керек, осындай тәжірибесіз жас жүргізушілердің кесірінен. Маған тиіп кеткен сияқты. Тарифтер түсіп қалады. Неге? Мен сындырмаймын по цене. Бұл конкурент? Тариф түсірмеңдерші. Қанша сіздің тарифіңіз соған сәйкес? Мен білетін Алмас болса тариф түсірмейді. Жалпы главное тарифті білсе болды. Мен тариф түсірмеймін. Тариф қандай бізде? Дневной безлимит деп айтады. Енді қазір не істеп жүрсіздер? Немен айналысып жүрсіздер? Алмас, YouTube, телевидение. Иә, YouTube, телевидение, сәл вайнер бар. Сол қазір Астанада жүрміз. Негізі Алматыдамын ғой, мен білесің ғой. Астанаға келіп осы бір керемет компания бар. Соларға бір атын айтамаймыз. Керемет. Астана хаб. Керемет дегенге қарағанда ақшасы көп компания. Астана ақшасы сондай ғана компания керемет. Толып тұр Астана хаб та. Соларға YouTube-ға прописывать отыр. Әртістер кейде әзілдеп жатады ғой. Жақсы гонорар алған әртістер кереметтен басқа ештеңе болмай қалады. В общем, қысқасы немен жүрсіз? Продюсирование, YouTube, интернет, соцсеть. Қазір YouTube проекті. Иә, сізде?
телевидение, мен білетінімді айтайыншы, телевидение, радио и өзіміздің каналымыз бар ашқан. Бірақ ол ашылды да істей алмай қалдым. сол күйі әзірге Былай болды, пауза негізі болып тұр. карантинде отырған кезде локдаун бәрібір де енді мен бала кезден гиперактивті бала болғандықтан өзі сол 7-8 сыныптан бастап параллельно бірнеше нәрсе болғанға үйреніп қалдым. Өйткені мен сірә өте шустыр болған шығармын. Мама енді қолдаған ғой. Домбыра, анау мынау бәрі. Одан кейін мектепте жүргенде газет, олимпиада, КВН тағы бірдеңе, универде там телевидение, курсы, пресс-служба, универ деген сияқты. Одного всегда было мало. Всегда было мало. И карантинде только было радио. Былай. Сондықтан карантин бітсін келеді деп аффирмация жібергенмін осы. Жарайды, ұмытып кеттім. Жібердіңіз? Жібердім. Сосын реті келіп бір қызық случайностьпен ең оған магистратураға оқуға түсіп кеттім. Карантиннің кезінде ма? Я қазір айтып тұрмын. Хотя құжат тапсырмағыз? Жоқ, тапсырдым. Негізі өте удобный уақыт қазір. Комисстерге айтып бердім. Оқуға. Жоқ, дымда удобный емес. Жоқ, барып керек емес, уақыт бөліп керек емес, зумда отырсам болды емес пе қазір? Интернетің болса, онлайн болса, энтерді басасаң болды дейді. Шындықты айтайын ба? Офлайн оқуда ең болмаса мұғалімдер түсінсесің. Енді шындығын айту керек. Айтасың, апай, осы мен сабаққа барамын, бір тапсырма беріңізші орындайын. Онлайнда олай мүмкін емес. Өйткені сабаққа қатыспадың ба, 2-ақ күн береді тапсырманы орындауға. Тапсырманы орындамасаң, платон жабылып қалады. Енді қойылды ма, автоматты түрде саған уже рубежка қойылмайды. Демек сен грантқа алып, мен сабақ оқимын. Полноценный студентсіз бе? Иә. Сабаққа барырсыз? Жоқ, онлайн. Ну, иә, оқып жүрсіз. 6000 теңге еще стипендияңыз бар. Жоқ, суммасын білмеймін әлі. Магистратураның стипендиясы 62 000 теңге. Иә, сондай еді ғой. Жоқ, өзімізде магистратура оқыдық қой енді. Сонымен оның магистратураға түсіп кеттім. Сосын енді телевидение мүмкін енді әрі қарай жобалар болмайтын шығар, осындай карантин болады шығар, жобалар болмайтын шығар, өйткені карантин кезінде 2 жоба жабылып қалды. Сөйтіп жүрдім да, сонымен жұмысқа шақырған, сонымен келіскем. Сияқты 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеймін. Бірақ арасында бірдеңе қылып радиоға жүр, өйтпей графигімді дұрыс атқызып радиоға барып келем. Сосын по пятницам таңшолпан жүргіземін. Бірақ өте қатты ютубымды дамытқым келеді, өйткені карантин кезінде ютуб болды, бітті, ютубымды дамытамын деп ашқам. 3 ағасы түсірдім, бірақ сұхбат түсірдім. Бір док түсірдім педофилия туралы. Синхрондар бәрін жинадым, интервьюлер бәрін, өте жақсы интервьюлер бар. Бірақ монтаждауға уақытым жетпейді. Өзіңіз жасаватсыз ба сонда? Қазір просто мынандай жағдай. Любой бір YouTube проект жасаватса, артында немесе госсаказ бар, немесе тем более Қазақстан қаласының жүргізушісі. Жоқ, жақсы. Шыға ма енді ол зат? Жаңағы педофилия туралы док-фильм оны мен неге түсіргім келді? Өйткені жаңағы Сәтбаевтағы оқиға ғой. Мен енді мамамын ғой. Прям источникке бардыңыз ба еще? Жоқ. Бара алмадым. Хотя ол источниктерді таныс болып шықты. Болатын еді қазсаң. Жоқ, мен жалпы экологичный адаммын. Ешкім жүрегіне ауыртпауға тырысамын және мүмкіндігінше пайдалы жасауға. Енді бар дүние ғой бәрі. Жоқ, мен одан кейін не істеуге болады, мен өзім ана ретінде просто кішкентай қызым бар, мен қалай оған түсіндіремін, қалай қорғаймын. Жарайды, біз бала кезде сені сыгандар алып кетеді дейтін едім, қорқасың. Қандай сыган дейді ол, мама дейді ғой. Сол үшін дұрыстап, грамотно, кімнің қандай адам екенін түсіндіру үшін өзіме ақпарат керек болды. Я просто өзім ақпарат алма, адамдардан сұрайын дедім да, сол камераға жаздым. Бірақ енді соның бәрін бүйтіп жинауға біріншіден жүрегім бармайды, өйткені әр интервью сайын жыладым. Өйткені ауыр, өте ауыр. И монтаждауға отыратын уақыт жоқ біріншіден, екіншіден жаңағы ауырлық бар ғой. Қашып жүрдім да шамалы. Ертең, сосын. Иә. Понедельник күні план мероприятий личный да болады. Да, монтировать проект. И келесі понедельник қылып кетеді тағы да. Пятница бүгін мысалы. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз, шыға ма? Шығарам. Негізі шығады. Аяқ астынан шыққан подкастқа келіп қалып отыр да мысалы. Иә, и подкаст ол туралы айтып беріп отыр. Жоқ, мен естіген жоқпын. Өйткені адам біреудің алдында жауапкершілікті қаттырақ сезінеді. Өз алдындағы жауапкершілікте ол шамалы әлсіздік танытады. Мүмкін. Тура коучтар сияқты айттыңыз ғой. Мен коучинг. Бірдеңе бастаймын үшіндер, сторис салып жазыңдар, мен бастаймын деген сияқты. Сондай ма не? Мен мысалы түсіремін деп жүрген, мен 5 YouTube жобам бар. Жазылып тұр, бәрі уже дайын. Там біреуі музыкальный, сәл уже демо версиясы жазылып тұр. Тоже уақыт жоқ.
бірақ сен подкастың бірақ бір нәрсе бар. Бізде уақыт бар. Адамдар ең өздері қатты жақсы көретін арманын іске асыра бастауға қорқады екен. Иә. Өйткені Мына подкастты жақсы сүйер арманын сосын орындай алмай қалса, он же потеряет эту мечту. Потом он же изменит себе. Ай-яй-яй болады. Сондықтан пусть она лучше станет с мечтой. Хорошо, жақсы, рахмет. Тараттық қой. Қайда жұмыс істейсің деп айтпайсың ба? Қайда жұмыс істейсіз? Айтқан жоқпын ғой мен. Айттым ба? Айттыңыз ғой? 9-дан 6-ға дейін деп па? Иә. Просто интрижка болды ма? Мен почему-то оны Таңшолпан деп ойладым. ұмытып кеттім ғой. Жоқ. Тоқтаңыз, получается, радио бар, каждый пятница Таңшолпан бар. Азанда ғана. И 9-дан 6-ға дейін Сенатта. Сенатта стористер бар. Вот осы жерден таратыңыз. Жоқ, сторис емес қой, мен кәдімгі Сенатта пресс-службада істеймін. Дұрыс қой, Сенаттың лифтінен стористер көреміз. Соны айтып отырмын мен. Басқа жерде интернет ұстамайды. Бұл жердің интернеті. Жоқ, оған праймериздің Жоқ, оған қатысы жоқ па? Мен Сенатқа жұмысқа тұрдым кәдімгідей. Ол Пресс-службаға. жақта кім қазір руководитель пресс-службы? Талғат Құспаев. Талғат Құспаев. Енді жоқ, қалай жұмыс орныңыз? Өте жақсы, маған ұнайтыны, мен қазір осы жерде кәдімгі өте маңызды ақпарат айтамын. Бізде үкімет жаман, билік жаман көп. Анау жаман, мынау жаман көп. Потому что біреуді кінәлай салу ол бір әлсіздіктің белгісі. Оңайрақ. Білім толықтырған адам ешкімнен қорықпайды, ешкімнен жеңілмейді. Мені ең өзімнің әлсіз тұсым осы бір заңнамалық тұрғыдан білмей қалатыным, үндемей қалатын тұстарым болатын өз журналистикада. Сосын ешкімді не істемес үшін объективті болайын да үндемей қоя салайын деп. Бірақ енді шамам жеткенше білетін. Бірақ қазір из-за необходимости я в неделю 3-4 кемінде законопроект оқып білемін. Мен қазір білемін, как надо говорить, где надо говорить, что надо говорить. То есть маған бұл жұмыс өте жақсы көмегі тигізіп жатыр. Мақтан отқан жоқпын, мен бұл жерде айтқым келіп тұрғаны біздің журналистерге, ақын жазушыларға, әртістерге, таксист, кез келген адамға ұтылып қалмас үшін, митингке шығып, айқай шу шығарып жүрмес үшін, ұрыс керіс болып, жаңағы ақшасынан айырылып қалмас үшін просто заң оқу керек та. Заң оқысаң, автоматты түрде сен өте күшті бола бастайсың. Осы кезде пайдаланып, мүмкіндік болса, заң оқыңыздаршы, құқықтарыңызды біліңіздерші деген келіп тұр. Міндетіңізге не кіреді сонда Сенатқа бар? Полный оповещать етесіз ғой. Разъясни. Иә, не отыр, қай жерде, қалай. Бірақ сіздің арқаңызда ішкі құпиясын біліп қалдық. Хотя бы стористеріңіздің арқасында, соның өзінде. Какие? Раз уж тақырып пошел такой, екеуіңізді байланыстыратын күшті бір дүние бар. Оны мен айтып қойдым сіздерге. Иә? Праймеризге қатыстың ба де? Иә. Праймеризге қатыстың ба де? Өте аз жинадым. Мен 2% жинадым. Осы менен асып кетсің. Мен 2,5 десеңші. Мен бірақ активно жүргізген жоқпын өзім политиканы. Шын айтайын. Жоқ, сен неңді промыңды көріп қойсың. Мен промом базар жоқ. Мен хэштегпен қараған кезде самый просмотриваемый промо ол шықты в итоге. Көрген жоқсыз ба? 94,000 просмотр IGTV Енді Instagram. мен праймеризге қатысуға заявка бергеннен кейін 1-2 күннен кейін мен жұмысқа тұрып кеттім. Мен сол үшін сонымен байланыстырдым. Жоқ. Негізінде. Жайында мен айттым жаңағы жұмысқа алған адамдарға мен негізі праймеризға заявка беріп едім дедім. Ең болмаса дебатқа жібересіздер ма дедім. Жарайды деді. Бірақ соншалықты негізі келісім бойынша тек жұма күні Таңшолпан жүргізуге ғана рұқсат бар да. Сонымен сол праймериздің үгіт насихаты жайында қалды. Не үшін бардыңыз праймеризге? Барғым келді. Алмас? Жаңағы нәрсе ғой. Барғым келді. Өзімізді өзіміз шығарады деген сияқты немен бардық қой. Енді былай іштей бір ниет ой болды ма, өтеміз, иә, кіреміз деген. Шын айтыңыздаршы ба? Жоқ, түсіндірейін. Бұл өте андай бір тонкий сұрақ қой негізі. Сабақ болып жатады. Сабақты бәрі оқыған, иә? Бірақ сабақты просто берген тапсырманы оқитындар бар да, қосымша ізденетіндер бар. Бәрінің білімін көрсететініне мен айтайын, иә? Біреуден сұрау мүмкін, біреуден сұрамау мүмкін. Сұрамады екен деп үндемей отыра бермейсің ғой. Қашан маған мүмкіндік береді апай. Соңында айдың соңында не болады? Дымбағаң болып шығады. Жоқ болып шығады. Сенен сұрамаған ше мысалы. Демек саған сабақ айтуға ұмтылу керек. Сен жаңа айтып отқан жыламаған балаға, иә? Жылау ғой бұл нағыз. Бірақ енді бәрі жылап кетті да. Образно выражаясь. Енді бұл бір жақсы ұнады ол нәрсе. Өйткені бірінші праймеризде бәрі қатысқаны ол дұрыс фильтр ғой енді. Өйткені осы праймеризге қатысқандардың 30% келесі праймеризге тағы қатысады. Бірақ более саяси сауатты. Ол примерно бір 8 жылдан кейін олар өте сауатты саясаткерлер болып шығады. Джо Байден бірден Джо Байден болған жоқ, мысалы. Трамп бірден Трамп болған жоқ. Немесе осы кезде Сенатқа жаңағы США-да сайланып жатыр. Артега.
Алессандра. Сол қыз 29-да кәдімгі Бронкс деген Нью-Йорктың самый кедей районынан аймағынан шыққан, ықшам ауданынан шыққан қарапайым қыз, иммигранттардың құқығын қорғайтын. Ол просто политология оқыған, ізденген праймериз арқылы жеңген қыз. Мысалы, міне қазір ол жеңді. Саясаткер кәдімгі андай билеп жүретін қыздар ма? Сондай болған керек. сан группа ма? Иә. Мәселе сонда да ол биші деп саяси көзқарасын білдіріп міне жеңіп отыр. Ол халықтың адамы ғой, ол біледі ғой. Тек халықтың адамы емес, ол сауатты адам. В общем, опыт. Ну, опыт үшін, в первую очередь опыт үшін. Мысалы, қарапайым, мысалы, біз осыдан 10 жыл бұрын фонограммный концертке бара беретінбіз, көре беретінбіз, иә? Да. Через 5 лет мы не захотели это, потому что шамалы әншілер бізде живой это бастады. Нам понравилось живой это. Болады екен ғой живой. Ой, уже фонограмма қызық емес. Мы хотим, чтобы было. И соңында фонограмма, фонограмма. Соңында осыны түсінген парламент, жоғары палатасы бар, төменгі палатасы бар, заң жобасын дайындады. Мәдениет министрлігі бар, бәрі бар. Міне енді фонограмманы бүгінгі этапта олар ескертіп айтады. Келесі этапта технический дайындық болғаннан кейін, в принципе, фонограммамен айтқан үшін штраф төлейтіндей деңгейге жетеді. Ол дайындықтан кейін уровень, мысалы, қазіргілерден бірден резкий переход болса дағдарыс болады міне. Сол сияқты ғой, саясатқа да переходтың бір дайындығы ғой. Қанша артист кететін болды? Не жайында ма? Соңғы фонограммасыз айта алатын әншілер бізде саны өте аз. Айта береді, просто мен фонограммамен айтамын дейді. Жоқ, ол қазіргі этапта ғой. Қазіргі этапта сіз жаңағыдай, мысалы, если концерт, ты уведомляешь, что сен поешь под фонограмму, то есть концерт под фонограмму, все. А ертең, там, бір 5-10 жылдан кейін, это будет полный запрет на фонограмму, использование фонограммы только концертный неге, мысалы. Енді ол уақытқа дейін. Ол уақытқа дейін уже там, мысалы, кейбір артистер уже болмайды. Ну, Димаштар көбейеді, айқындар көбейеді. Орда топ. Байекеновтер 10 жыл бұрын Орда живой полный концерт береді. Жақсы, что-то слишком политика кіріп кеттік. Өзің ғой праймерстің темасын бастады. Жоқ, мен просто қызық болды реально, өйткені жаңа айтасыз ғой, жыламаған балағамай қалды ғой. Өмірдің өзі бүйтіп аш қалсаң болды. Өмірдің өзі саясат. Жоқ, дұрыс қой. Сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналыса, бәрін білесің ғой. Мен праймеризға қатысатында, примерно уже мен апрельде білдім да, что скорее всего уже праймериз болайын деп жатыр. Мен сол кезде прям кәдімгідей дайындалып келе жаттым, қатысам деп. В итоге келген кезде ролигін түсірдім да, болды, тоже жұмысқа кірісіп кеттім, мен праймериз жаймен алдым. Енді көреміз. Партийный списокке жетті бәрін. Партийный списокке жетті негізі, да. Екеуіңіз де телевидениенің саласында жүрген мамандарсыздар. Аутсорс жасап көрдіңіз. Болмаса жалпы қазір телевидениеде жүрсіз. Сұрақ: телевидение және интернет. Сенің өзің қазір жайлап ютубқа ойысып жатсың. Мен интернетпен баяғыдан бері айналысып. Иә, енді жалпы онда бірақ телевидение қатырап жүресің. Ақшан бері телевидение просто пока. Сіз жаңа бір сөзін айтып қалдыңыз, менің ютуб каналым бар. Мен оны өзім дамыту. Баяғыда звезда болу үшін адамдар телевидениеға барып түрін көрсетіп бір звезда болатын еді. Қазір наоборот интернетте іздеген адамды бүйтіп тартады ғой. Жүріңдерші, бізге рейтинг керек деп тартып алады. В чем проблема? Проблемы нет никакой? Нету никакой проблемы. Негізі кәсіби адам қай жерде де кәсіби адам. Мен саған айтайын, ютубте ең көп қаралым жинайтындардың басым көпшілігін, өнімдердің басым көпшілігін телевизионщиктер істеген. Қазір сөйлесеміз ол жайында да. Иә. Айта алмай отырмыз ба? Иә. Жоқ, қысқасы жақсы былай таратайықшы. ютубтың тарихын білесің ғой қалай кеткен? Видеохостинг, куда просто видеолар салатын басында, иә? Мысалы, архив, это Instagram фотоальбом болса, YouTube видеоальбом болды да, мысалы. Осыдан бір 10 жыл бұрын российский ютубта наркоман Павлик, там кімдер болды, ну, андай кішкене съемкілер өте арзан, бірақ камерамен түсіріп, там жаңа мысалы сондай проекттер плюс 100-500 да, мысалы сондай жасайтын проекттер жаңа ол кезде ютубтың звездалары болды. Сол кезде российский телевизионщиктер түсінеді, что ютубтан бірдеңе істеуге болады деп, и бүкіл телевизионщиктердің бәрі неге кетеді, мысалы ютубқа кетеді. Кім бар қазір ояқта? Ну, кто локомотив российский ютубта? Дудь, журналист, профессиональный телевизионщик. Сабуров через ТНТ, но тоже телевидение. Мысалы, Сабуров Label.com'ның артында тұрған Вячеслав Досмухамедов. Қазір таңмен креативный продюсер ТНТ. И кім? Гудков. Телевидение. Камед.
мысалы біздер солай ғой, бізде андай развитиеміз андай да, кішкене на 5 лет с торможением, бірақ примерно сонымен келе жатамыз да біздерде. Басында тоже кетті бізде просто как видеохостинг, потом деген слабый съемкалар басталды там, да, звук жоқ, дым жоқ. Қазір потихоньку телевизионщиктер. иә, бірақ ол жерде қазір кәдімгі YouTube индустрия бар ғой. Бізде ма? Жоқ, Россияда YouTube ақша индустрия, болсын, да, иә. осы жақта. Міне шықты ғой, міне жақында шыққан жоқ па, қанша 10 сколько тысяч долларов заработали Label.com, что было дальше. И бүкіл біздің СМИ деген, ойбай, ішіндегі біздің қазақ Сабуров бар. Сабуров там может быть просто гонорар алады да, мысалы. И то рекламалар түспейді почему-то. Может быть. Ну бірақ Сабуровтың арқасында ол көретін шығар. Может быть. Лица притягивают зрителей. Лица притягивают, да, но мені просто бүкіл мысалы біздің СМИлар, да, печатный СМИ именно, информационный, который интернетте мен қатты нервыма тиген нәрсе, сол наш Казахстан заработал дейсіз. Бізде андай нәрсе бар, Кликбейт, дело святое. прикоснуться деген нәрсе бар. Қазақстанда туып өскен боксшы ананы жеңді деген ба? Иә. Енді Алмастың бір жобасы бар. Қандай? Өзің личный продюсер ететін. Және оның сериясы шықса, трендтен түспейтін. Ну, мен оны қатты продюсировать етпеймін. Бірақ жалпы производственный. Причастен к этому. Ну, первый сезон, второй сезонда жоқ мен уже. Второй сезонда, иә. Адам бол деген. Қайрат болма адам бол. Вот. Есть и хейт, но просмотр бешеный. Ну да. В чем парадокс? Как это работает? Где хейт? Канал за неделю набрал 100 тысяч. Бір аптаның ішінде Иә, бір аптаның ішінде сендер кәдімгідей 100 мың подписчик и 1 миллион просмотр. Бір аптаның ішінде. Бір аптаның ішінде. Нулевая страница бұл. Иә. Показатель бойынша прям барлығын. Да. Енді былай қарасаң, 7-6 ма қазір? бір қызығы да, бұл деградация ғой дейді да. Не деградация, вот мен сол біздер жаңа сөйлестік қой, мына камераның артында тұрған жігітпен, мысалы ол да айтады да, деградация деп. Бүйтіп қояйық, иә. Жоқ, неге деградация? Неге деградация? Өйткені, наверное, открытый болғанбыз. Сол шығар адамдардың көңіліне жететін. Хотя Иринка да кезінде солай кірген енді. Ну, біздер боқтамаймыз ғой. Жоқ, мен парадоксын түсінбей жатырмын бұл жерде. Как это работает? Почему вроде бы и хейт, но просмотры бешеные? Ну, хейт андай да, Неге именно бұғау үшін хейт келіп жатыр да. Былай ғой, существует контент, который человек смотрит по телевизору вместе с семьей. Окей. Существует контент, который человек может интимно смотреть сам. В наушниках, и там он может позволить еще послушать чистит мат. историю потом, после просмотра. Он там может позволить себе мат, который сам не произносит. Да. И это в каком-то роде его немного успокаивает в психологии. А YouTube в этом плане немного жалпы маркетингтің идеясынан туындаған портал ғой, вообще платформа ғой YouTube деген. Сондықтан ол адамдардың ішкі жарасын үстіне май болып, вазелин болып жағылатын нәрсе да YouTube негізі. Біреу клип жақсы көреді, өзі қалып уф деп көретін нәрсесі да ол. Мамасымен бірге жаңағы сериалды көріп отырып, сүйісіп қойса қарамай қойып емес ше, там нет напряжения. Он сам со своим экраном, сам захочет, остановит. Әлімге дейін напрягаться істемеймін, кстати, мамалармен сүйіскен сөзін болса, әлімге дейін напрягаться істемеймін. Почему? Ұлттық генетический код, енді ол тәрбие, ол менталитет, ол дұрыс нәрсе. Ұялмасаң вот бір түрлі болады ше, мысалы, өзі білмеймін. Мен бәрібір де консервативный пікірге бәрібір ұстанамын. Бірақ ютубтың сол телефонда наушникпен көрсең көріп, бірақ балаңа көрсетпей ақ қой, ініңе көрсетпей ақ қой, қарындасыңа көрсетпей ақ қой. Көріп жатса негізі сөйлесіп алу туралы талқыла ше. Бірақ мен соншалықты осы мат контенттің тарып кететін себебі осы шығар деп ойлаймын. Глянцтан шаршады да бәрі. Инстаграмның басында бәріне қызық болды. Почему мысалы қазіргі таңда көп адамдарда депрессия басталып отыр да? Там мысалы бар, мысалы менің айналамда бар, блин, может не то, сен да мысалы тоже, блин, мен мүмкін призвание мынау шығар деп кететін адамдар. Инстаграмда өте красивый картинканы көреді да. И содан кейін блин, жұттарда былай, бізде былай емес деп мысалы. И сол кезде жаңа Қайрат, YouTube сериал, он показывает все как есть, мысалы бізде боқтаймыз, ауыл, мысалы бүкіл ауыл деп айтпай ақ қойын, бірақ енді соның ішіндегі адамдар бар, сондай адамдар ішіп алып, қуып, көрдің ғой сериалды, ішіп алып, қуат, попадает в историю, келесі күн выкручивается из этой истории. Болды. Все это там мат не основная вещь. Мысалы сериалда, да, то есть она как связующий біздер сияқты, мысалы бля деген сөзді через запятой қолданатындар бар ғой бізде, мысалы сондай нәрсе да. Неге просмотр? Опять-таки просмотр, потому что мына біздер сондаймыз, біздер біреуге күлуге жақсы, біреудің үстінен күлуге жақсы көреміз да. Жоқ.
поспорю. Можно, да, перебью? Да, конечно. Ең бірінші продюсер болған кезде мен ток-шоудың продюсері болып қалдым да. Жай ток-шоуда емес, Ләйлә Сұлтанқызы жүргізетін ток-шоудың продюсері болдым. Бірінші жоба менде 1 ай болды, жаңағы рейтинг берсем берем, бермесем жұмыстан кетемін. И сол кезде мен Останкинадан келген кеңесші деген болатын, сол кезде ұлттық арнаның кеңесшісі Останкинадан келген по рейтингам. И сол кісі маған айтты, адам өзіне ұқсас альтерларды көреді, сол кезде ол программаны көреді. То есть сен қазақ көрерменін зертте. Вот представь, что вот перед телевизором сидят вот семья, ата, әже, мама, папа, бала. И бәріне ортақ, әрқайсының ішін, жан дүниесін, жарасын, немесе қуанышын түртетіп бірдеңе тауып алып. Соны кейіпкер арқылы алып кел, сол кезде олар оны көретін болады деп. Осы өмір бойы содан бері 8 жыл өтті ма? Әлі көзім жетіп келе жатыр. Ютубың болсын, басқаң болсын, радиодағы мен сөздерімді мысалы цитата қылып өзім айтып береді. Ой, сен сөйтіп айтқаннан кейін бүгін барында қызыма гүл алып бердім, екеуміз татуластық дейікші мысалы. Сен айттың, абайлап жүр дедің, сосын газды азайттым. То есть мен жазған кезде жолда келе жатқан, радиодан өтіп кеткен адамды ойлаймын. Что он чувствует? Примерно в субботу вечером он устал, да? Что ему хочется услышать? Сон жазам, примерно. Что бы я хотела услышать? Что бы я хотела услышать или что бы я хотела увидеть с этого проекта? Именно в это время перед телевизором кто сидит дома? Сол не қалайды. Сол ғой, мысалы, Ләйлә Сұлтанқызы бірінші шығып, деп жүргізе бастаған кезде всем понравилось. Потому что все хотят такой быть, но пока еще никто не может позволить себе. После нее пошел тренд. Все такие раскованные, еркін, не болса соны киіп, әдемі болып, сәнді болып. Міне, тренд пошел. То есть адамдар өзіне ұқсас, өзі әлі ондай екенін білмесе де, өзіне ұқсас эголарды іздейді. То есть біреуге күлмейді, может ол күлетін шығар сыртқы портрет үшін, бірақ ішіне сол нәрсе жатады. Вот. Ол да бар. Мысалы, мен келсем, бүкіл мысалы вайнерлардың схемалары ғой. Отметь того, который похож на вот этого. Все. Міне, бүкіл вайнерлар сонымен мысалы, бүкіл подписчиктер соған арқылы жиналды. Мысалы, безумная женщина болды, там да қарап отырды, ой, блин, Айгерім мынау сен ғой, там, о, Лаура мынау сен ғой деп отметке жіберіп, сөйтіп там мысалы Батыровта подписчиктер жиналды. Қайраттың историясы кішкене басқа. То есть, күлет, нравится, потому что любят посмеяться над ребятами, олар бір қызық ситуацияға түседі, анаған сөйтіп соған күледі. Бірақ хейтят, потому что они используют при этом, при всем мат. Олар говорит, бізде андай да, кішкене болячкамызды көрсетеміз ғой, біздер андай өте идеальный халықпыз ғой, негізі жұрт ішімізде бәрібір не болып отқан. Мысалы, и когда біздер ішкі болячкалерімізді көрсеткен кезде, кадрда біз блин, жоқ бізде олай, біздер боқтамаймыз, неге боқтайсыңдар, неге ондайка мойындамайды, потому что и соны жаңағы мен біраз призывтар келді интернетте, там оқыдым мен, ана Қайрат деген проект жабайық, бүйтейік, там чуть ли не петиция, там да, анау да мынау, а зачем? Просто мысалы, это надо кішкене басқа немен, через басқа призмамен қарау керек қой. Мысалы, раз ондай дүние шығарылып жатса, значит, ондай дүние там в реальной жизни бар. Сырттан көріп, мынаны исправлять етейік. То есть, вот это вот основной призыв сериала, что мынандай жігіттер бар, и олар ішкеннің арқасында осындай неге түседі, историяға түседі. Потому что там 3-4 сериясында олардың сөздері бар. Жігіттер біздер ішіп жүріп, сондықтан мынандай нелерге түсіп қоямыз, может, қоямыз ішу деген әңгіме бар. Мысалы, главный посыл сериалы. Діннің негізгі қай дін болса да, негізгі философиясында, психологияның негізгі философиясында, көптеген ұлттардың ішкі менталитетінің негізгі философиясында осы нәрсе жатыр. Айна. Сен айнасың, яғни сен жамандықты көріп тұрсың ба біреудің бойынан? Демек, саған бұл сигнал өзің ішіңдегі какашкаларды жою керек деген сөз. Анау жаман деген. Хейтет, значит, хейтер говорит о себе. Да. Вот так надо думать. Хейтер значит правильно, значит, человек видит в себе, пока не признает. Сначала, психология 4 уровень бар. Сначала не признает, потом понимает, потом принимает, потом исправляется. Да. Пока мы на стадии непризнавания. Ну, уже второй. Мен жаңа обещал, боқтамауға, бірақ бізде YouTube қой, боқтап жүрейінші. То есть, мынандай комментарийлар бар, Айгерім құлағыңызды жауып салыңыз. Мынандай комментарийлар бар. Малдар, далбайыптар. Бізде қазақтар боқтамайтына. Неге сендер ол сериалда боғазды көрсетесіңдер на? Мысалы, парадокс. Еще через это ғой, ма? Түрі бәрі. То есть, мысалы, олар бізде боқтамайды деп, бірақ та боғазбен комментарий жасайды. Ну, что это такое? В общем, біздің подкастқа да хейт жазатындар, болячка, какашка в вас.
мындай бар ғой, жақсы жаман деген жоқ негізі. иә Жақсы, жаман деген жоқ. Оның бойындағы қателіктерді сен көріп тұрсың просто. Демек сенің ішінде сол нәрсе бар. Демек саған осымен жұмыс. Сен көргенің, значит саған жұмыс. Саған Құдайға рахмет айт, саған көрсетіп тұрған. Значит жөнделу керек. Вот точка. Вообще, чем больше знаешь себя, тем лучше же, потому что тем больше ресурсов у тебя будет. Нет, конечно. Да ведь? Конечно. Мен любой нәрсемен соглашаться. Ұнайды маған. Неге? Маған ұнайды ер адамдар, которые работают над собой, понимают себя, в чем косяк, где что не так. Олардың семьясы ажыраспайды. Олардың жұмыстары нормально жүреді. Олар бастықпен ұрысқымайды. Ұрысу деген әлсіздік менің ойымша. Ол тіл табысы алатын адам, тіл табысы барға табысын арттырады. Кез келген адаммен тіл табысы болады. Обо всем можно договориться. Если ты не договариваешься, значит косяк бар сенің ішінде. Значит, сен қабылдамай жатсың, ренжіп жатсың, отпуск алып тұр. Да, отпуск алып, посиди, размирись. Қабылдайсың. Ұйықтап қаласың, азан тұрасың. Қазір жынданбай ешкімге ештеңе жазбай ұйықтап қал. Мен сөйтемін, мен біреумен мысалы конфликтный ситуацияға келе жатырмын. Олардың достары молодец. Иә. Аналар лично саған. Конфликтный ситуация кеткен кезде мен просто бұрыламын да ұйықтауға жатсам. Бір ұйықтап тұрамын, нормально. Ситуация уже не конфликт. 10 секунд отыра тұр дейді. Болмайатса қолыңды жу дейді. Болмайатса бетіңді жу, дәрет ал дейді. Болмаса сүре оқы дейді. Бәрі бізде бұрыннан келе жатқан қазақтың өзінің абай айтады оның бәрі. Мен жаңағы қазақ тіл апайым сияқты болып кетпейінші, бірақ бізге алысқа барудың қажеті жоқ. Не надо коучинг покупать, российскийларды сатып алмай-ақ қой, жаңағы Блиновскийдің марафонына 30 мың құртпай-ақ қой. Біз бәрін үйретіп қойған біздің Бөкейхановты оқыған, Мағжан Жұмабаевты. Вот же баяғы сол 18 ғасырдағы әліппені негізінен әліппе жасайын жатыр мысалы. Айналып келіп ше. Вот сколько нам надо было ждать, искать, тратить денег, чтобы убедиться, что наши... Блин. Да, например. Философию. Қаншама ізденіп ұрынасың, соңында. Оказывается, Абай был прав. Ну, зачем ұрынып? Өзіміз керемет, дана халық. Тұр екен ғой мені деп па, соңында? Екеуің шала қазақша отырсыңдар, мен шала қазақша сөйлеп қала беремін ше. Ой, күшті ғой. Не емес? Таза отырып па? Жоқ, мен қарсымын. Жоқ, жақсы көрейік, иә. Мен саяси белсенділігімнің жеңісі болады. Егер біздің банкоматтар, кез келген сайт, кез келген ақпараттық портал, телефон сатып алғанда, ашқанда қазақша тұрса, тілді таңдаңыз деп тұрса, сосын барып, жоқ, бүкіл банкомат орысша. Выберите язык деп тұрады. Выберите язык деп тұрады. Окей, банкоматпен Samsung телефондар қосылған кезде бүкіл мәзір қазақша. Қанша төлейді Samsung? Ешкімде төлеген жоқ. Мен күнде радиоға жаңалық жинаймын. Күнде араламайтын информационный ақпараттық порталым жоқ. Ашасың, орысша тұрады. Банкоматта қай тілді таңдайсыз? Сосын қазақша шығады. Банкомат қолданбағанмын. Көп болды менің. Деп грамотно. Мен мысалы туып өскен жерде Қызылордалықпын. 98% халқы қазақша сөйлейді. Ол жақта кәріс те қазақша сөйлейді. Ол жақта орыс та қазақша сөйлейді. Мен жаңағы ұлттарыдан жаңағы енді ешкім көңіл келмесін, бірақ қазақша сөйлейтін басқа ұлт өкілдерін деп жүргізуші қылып отырғызып қойған кезде мен үшін таң болды. Өйткені мен Қызылордада базарда жаңағы Надя апайдан барып салатты қазақша сатып алатынмын. Надя апай, мысалы, чет Надя емес, Надя апайдан. Саған арзандау беремін. Ол менімен еркін қазақша сөйлейді. Мен онымен еркін. Немістер көп Қызылордада мысалы ше, бәрі қазақша еркін сөйлейді. Мен соған үйреніп келгенмін. Алматыға бірінші рет келген кезде мынаның қазақша сөйлегеннен неге таңғалып жатыр деген сияқты болды да. Сонда қалай деген сияқты. Сөйтсем басқаша екен. Енді әр өңірдің өзінің жаңағы тарихи мүмкіндіктері, жаңағы этникалық мүмкіндіктеріне қарай ғой, түсінікпен қарауға болады. Бірақ тонкая грань дегенде бірінші заң бар. Мемлекеттік тіл деген бірінші орында тұру керек. Біздің мемлекеттік тіл туралы заң кішкене әлсіз. Ешкім ренжімесін маған. Бірақ мысалы француздың мемлекеттік тіл туралы заң бар. Бірінші француз тілін қолдану керек. Мен Францияда 15 күн болдым, жұмыс істедім. Ағылшынша сұрасам маған просто игнор, жауап бермейді. Сосын үйрене бастадық шамалы 2-3 күннен кейін Макдональдста қазақша, французша сұрап. Оларда кәдімгідей заң бұзушылықтар, айыппұл бар. Біздің қазақ тілі туралы заңның кейбір жерлерінде мынандай бар. Мынандай болса дұрыс болады деген сияқты жатыр. Мынандай парыз деген заңнамалық тілдер шамалы әлсіз де болып тұр енді. Бірақ түсінігі болады, өйткені біз көп ұлтты мемлекетпіз. Бірақ сол заңды реформа жасау керек деп ойлаймын. Бізде мысалы мен Таиландқа барған кезде мен одан кейін аяқталған. В общем, Таиландта тайский официанттар келеді, орысша сөйлейді.
орысша енді олар өткен туризммен ақша табады. Ну туризммен ақша тапқанда ну мысалы қытайспен қытайша сөйлейді, орыспен орысша сөйлейді мысалы. И мен сұрадым, почему деп. Представь, говорит, русского туриста, который набухался и что-то заказал тайскому официанту, а тот его не понял, что произойдет. Мысалы, а біздер мысалы шетелге барғанда не істейміз жаңағыдай, то есть біздер ең так Китайға барамыз да, как по-китайски будет там сәлем, как по-китайски будет, соны жаттаймыз ғой, Францияға барамыз да, там как по-французски, Англияға барамыз да, біздер өзіміз ана жаққа барып мысалы қазақша тілді педалить етпейміз да. Сондай нәрсе. Я не знаю, к чему я это сказал, я просто выпендрился, что Таиланд болдым, я. Мен де сондай ма деп қортамай қалдым. Жоқ, Таиландқа барасың, жоқ, мен Таиландта кафеге барасың. мен Нені айтып жатыр бұл деп. Жоқ, мен ана нені айтып отырмын, что біздер мысалы өзіміздің Қазір выпендрись. Кім қайда барды? Тоқаев айтты. Маған лично шай ішіп тұрып айтты. Жоқ, бүкіл елге айтты. Біз тіліміздің халықаралық деңгейде қолданылатындай деңгейіне жетуіміз керек деді. Бір жағынан дұрыс алмастық. Дұрыс қазақ тілін жарнамалау керек. И ол жағы агрессия арқылы емес. Сен дос боласың, дәл сол шетелдегі жаңағы тай халқының даяшысымен дос боласың. Айтасың оған. А сен білесің бе ет деген неге білесің бе деп. Ет келесі жолы менен ет жейсің бе деп сұрашы деп. Мені келесі жолы қазақ турист келгенде одан ет жейсің бе деп сұрайды. Мысалы Шарм-эль-Шейх, қай жағы көп, енді турист көп баратын жерлерге барған кезде шамалы қазақша біліп тұрады ғой. Мысалы Турцияға барыңдар. Сен қай жақтансың деп сұрайды. Сен бір жерді айтасың, ол сол жерден болып шығады. Бірақ сол жердің халқын біледі. Кейбір қазақша сөздерді біледі. Жүрегің жуып қалады. Рахметті біледі бәрі. Рахметті біледі. Соның затын алып қаласың. Мысалы мен түріктің шамалы жеңілдік жасағын қалаймын. Тешкір дәрім, мәраба дей салам. Мысалы, сол арқылы маркетинг қой, бәріміз де потребительміз. Сондықтан осы тұрғыдан біз достасу арқылы, эмоционалды интеллект арқылы жаймен суды құмға сіңірген сияқты тілімізді сіңіре аламыз. Әне отақ қазақты төпелегеннен ештеңе. Қырғызстанда болды ғой, олында мына Қырғызстанда айқай шу болған кезде, мысалы, тоже жаңа олардың отряд дружинников дегендер болды, жаңа торговый центрлерді қорғап, кішкене жаңа погром жасатпайды. Сол кезде бір видео болды да, жаңа жас балдар дружинник болып тұрған. Солар айтады, жігіттер, біздер де сен сияқтылармыз деп орысша айтып жатыр бірақ та. Біздер де сен сияқты, пожалуйста, кірмеңдер мына жерге, қопартпаңдар, ештеңені ұрламаңдар, мына жақта әйелдер тұр, балалар тұр деп, олар қорқып жатыр, тұрыңдаршы деп орысша айтып жатыр да. Ребят, там дети, там, пожалуйста, без погромов, мы такие же люди, просто, если вы хотите качать свои права, идите качайте, но ничего не погремляйте деген кезде, ответ какой дейсің, Наталка? Қазақша сөйлеп. Пол довод жоқ да? Мысалы, бізде де сондай нәрсе. Жоқ, бізде ондай емес. Біз қазір дұрысталып келе жатырмыз. Мен жоқ шүкір етемін дұрысталып келе жатырмыз. Дұрысталып келе жатырмыз, бірақ сонда да кейбір жерлерде бар тиісіп қалады. Жоқ, бірден емес. Бірден жара жазылып кетпейді. Әлеуметтің жағдайы дұрыстала бастаған сайын ризашылықпен келеді. Дұрысталу ризашылықпен келе жатыр қазір. 3 жыл бұрынғы жағдаймен қазір жағдай салыстырамаймын. Шүкір қазір. Деп сенейік енді. Мен көп аралаймын, регионды да, жақсыны да, жаманды да көресіз. Жоқ, жақсы мен жаман емес енді. Әртүрлі әлеуметтік топтарды көресің деген сияқты ғой. Әркімнің қабылдау әртүрлі, қарапайым бір адамды қайта жылда көресің. Басқа жылдарда бір отбасын көре бересің. Сол кездегі өткен жыл айтқан әңгімесі мен биылғы айтқан әңгімесі басқа. Демек шамалы дұрысталып келе жатыр, шүкір ету керек. Мысалы, менің солтүстік жақтағы достарым көп, кейбіреулері орысша сөйлейді, қазақша совсем қиын прям. И жаңағы олар қазіргі заманның әншілерінің арқасында қазақша тілді үйреніп жатыр. Мысалы, неге? Я говорю, почему? Басқа әншілерде болды ғой, оның алдында жақсы әндер болды, неге сендер сол ән арқылы мысалы жаттамадыңдар деген кезде, бір күні біздер ютубта отырып реакцияларды көреміз дейді, жаңа реакция американского там на 91, на Дархан Джуз, на того, на то. И олар қазақша айтып жатқан кезде келіп маған намысынан соқты дейді. Содан бастап мен қазақша үйрендім. Мысалы қазіргі жаңа медиа ғой, сол YouTube, интернет, бәрі потихоньку агрессивный емес, жайлап қазақ тілінің статусын мемлекетте көтереді. Ол идеологиялық жағы. Ал енді материалдық жағын айтайын. Міне заң ғой, заң қатаң болса,
из материальных побуждений, из-за страха просто үйренуге тырысады. Мысалы, біз ағылшын тілін үйренеміз, өйткені шетелге барып оқып келгіміз келеді. Шетелге барып оқып келсек, біздің кәсіби деңгейіміз өседі, біздің жалақымыз көп болады, болашағымыз жақсы асырай алуымыз мүмкін, иә, болашақта жақсы орын ауыстыра алмайтын кадр болып кетуіміз мүмкін. Демек, ағылшын тіліне ақша құюға болады, өйткені ол болашақта бізге ақша болады. Демек, қазақ тілін білмейтін маман болсақ, сен болашақта керек болмай қалуың мүмкін деген қорқыныш керек. Қорқыныш емес енді. Күмән. Иә? Сол кезде заң қатаң болса, сол күмән пайда болады. Сол кезде міндетті қазақ тілін үйрену керек болады. Мемлекеттік тілді. Біздің ана тіліміз. Бір жағынан идеология жаймен келе жатады. Екі жақ қатар жүрсе, екі құстың қанаты сияқты самғай түседі. Мен біртіндеп праймериздегі бағдарламаны тығып отырмын өзім. Иә, байқап отырмын ғой, ол біздің андай не ғой, байқамағансың деп бүйтіп басым изеп тыңдап отырып, негізі түсініп отырып қой, ертең қиып аласыз да өзіңіз де алып кетесіз. Жоқ, қиып тастаудан жоқ. Жоқ, өзіңіз алып аласыз. Ана бір айтқаным бар еді, маған бере салшы маған. Монтаждап тастау ма? Жоқ, біз бұлар тиіспейміз, бұлар керек заттар ғой. Иә? Инстаграм бар қазір. TikTok бар қазір. YouTube бар қазір. Ортасындағы осы тиктокқа тоқтайықшы. Өйткені мен карантиндағы ермегім болды ғой. Ермегім тек қана сенің емес ол жалпы. Иә. Сізді бірақ көрмедім тикток. Барсыз ба? Енді. Еріккеннен 3-4 салдым, бірақ ұнамайды. Ұнамайды. Неге? Ұзақ уақыт кетеді оны түсіру үшін. Сосын көріп отырған кезде көріп отырып қаласың. Оған ұнамайды ма? Вот, ең минус сол. TikTokқа бір кірсең жабысып қаласың. Шок, сол 1-2 сағат. Тым бір таным жоқ. Иә, таным жоқ, бірақ өзінің аудиториясына арналған кетіп бара жатыр әлде де. Платформа ғой, өзінің аудиториясына арналған платформа. Жоқ, мен айтайын деген, Алмаста басында праймерге қатысқан кезде Да, первый в Казахстане депутат тиктокер болған. Иә, деген сияқты. Енді ол әзіршін аралас болды ғой, понятное дело, иә. Ну, солай кірді. Жалпы TikTok сонда сіздер үшін, несерьезная платформа, да? Кірмейсіздер, там ничего такого, ничего там не потеряли. Или есть? Есть. Бар ма? Бар. Ой, бар ма? Бар. Ниет бар. Ну, мысалы, осыдан 5 жыл бұрын ВКонтакте, одан кейін Инстаграм, қазір TikTok. Мне кажется, мен қызым ертең өседі. Сосын мама түсейік десе, мен түсемін. Осы мен сұрақ болған еді, мысалы мен жас болған, мысалы қызыңыз келеді да, TikTokта білесіз ба, андай бар ғой, хаустар жиналады, өздері жаңағы контент мейкерлер бір үйге жиналады, сөйтіп жаңағы өздері хаус ашады. Сол жерде жаңағы азаннан кешке дейін тек қана контент. Видишь, мысалы, почему халықта TikTokқа деген отторжение бар кішкене, то есть мысалы более-менее взрослый біз қатарлар, жаңағы подростықтар емес, неге TikTokқа деген отторжение бар? Олар TikTokты жаңа не деп ойлайды да, обязательно мынаулар деп, деп там мысалы балалар. Жоқ, уақытта кәдімгідей социальный флешмобтар. Иә, ол кәдімгідей формат берді ғой. Даже без флешмоба, ол платформа. Просто там өзі не істейді, өзіне байланысты мысалы адамның. Просто другой Инстаграмдағыдай анандай укороченный лентасы жоқ та, на полный экран келеді, сонымен өте удобный нәрсе мысалы. Просто так получилось, что TikTok деген басында мюзикальный деген программа болды, ол китайский. Ол жақта вот жаңағы сол музыка болды основной направление, содан кейін не істеп кетіп қалды мысалы. Инстаграмда басында фотоальбом ретінде басталды ғой, мысалы. Қазір ол жақта кого только нет деген сияқты. Там бизнес-коучтар бар, анау бар, мынау бар, хотя по-хорошему это только там Инстаграм, но изначально как фотоальбом был. Бірақ та сонда да Инстаграм больше ассоциируется как раз ана кішкене юмористические нәрселерде. Вайн деген сөз мысалы неден пайда болды, білесің бе? 6 секундтық не болды ғой өзі Вайн деген. Приложение болды, который назывался Вайн. И вот сол жақта кішкентай скетчтер перекочевали Инстаграмға, и почему-то приложениенің аты уже адамдарға жабысып қалды, олар вайнер болып кетті мысалы. То же самое TikTokпен, то есть получается, TikTокта билейтін адамдар уже тиктокер болып кетіп қалады. Мне кажется, TikTok это просто социальная сеть нового поколения. Социальная сеть нового поколения, потому что ол жақта мысалы уже. Ну, как обычно, мы не принимаем сейчас, но мы завтра это да, принимаем. Иә. Оны қазір қарамайтындай боласың. Ну, это факт, что мы не принимаем. Как бы факт, и это нормально. Россияда уже бүкіл ұрып жатыр қазір TikTokты. Иә. Любой жерде. Может, 2 жылдан кейін менде ұрып жататын шығар. Может быть. Қолым бос болса. Ну, 2 жылдан кейін тек TikTok болмаса вообще. Инстаграм болмаса, если вдруг Инстаграм ұшып болса, уже вынуждены TikTokқа кетеміз. Инстаграм жоқ екен. Өйткені ол жерде менің архивім бар, альбомым бар. Мүлдем жоқ болмайды ғой. Жоқ. ВКонтакте сияқты потребность азып қалады. Иә, мүмкін. Мысалы, Инстаграм 5-6 жыл бұрынғы суреттерді көріп, еске түсіріп, әр сәттен ты же туда жаныңды қиясың ғой. Ретрикан заман. Эмоциялар қалады, бәрі постпен бірге. Сол кездегі сенің қаншалықты сонда Инстаграм сіз үшін бұл не ма? Әлде фотоальбом ба? Жоқ әлде қосымша табыс тағы да бір жолы ма? Жоқ, ешқашан мен Инстаграмды табыс үшін ашқан емеспін. Жоқ, ашқан жоқсыз ғой енді, сіз дұрыс ол қазір табыс көзі емес. Қосымша табыс. Ұсыныс келеді. Мен қараймын, если ол нормально кеңес беруге болатын болса.
окей, мынандай қымбат баға айтып қоямын. Иә. Алсаң ал, алмасаң қой. Алғандары алады, алмағандар кетеді. Қымбат деген қанша? Білмеймін, қанша подписчигіңіз бар? 251 мың. 251 мың. Жоқ. Соған шығасыз ғой. Мен просто ценникті ойлап отырмын да, қанша тұрады. Соны ойлап отырмын. Мен де соны ойлап отырмын. Қойтын бер. Білмеймін мен. Болмады. Бұл кісімен жүрмейді бұндайлар. Story 100 Бірақ публикация. мен оқырмандарыма риза боламын. Аха. Өйткені мен негізі әр кетсе тұрақты түрде кеңес беретін бір 10 шақты не бар. Бір салон, бір 6 жылдан бергі, бір косметолог бәленбай жылдан бергі, бір бренд киім Қазақстан. Әбден тексеріп көріп алғансыз. Өзім кием, өзім қолданамын, сосын барып қана. Сондықтан олар мен косметологым барған кезде айтады екен. Она плохого не посоветует деп. То есть сенім бар. Сенім бар. Сенімді ақтағым келеді, мен жаңағы суши муш ешқашан алмам. Жоқ, болмайды. YouTube туралы сөйлесейікші. YouTube каналыңызға не ой бар түсіретін? ASMR-ыңызды білеміз. ASMR түсіргім келмейді. Түсірген ұнамайды маған. Соны мен де сеземін. Негізі ұнамайды маған. Ана көрермендер сұрайды сізден. Сіз соларға болайық, жарайды деп түсіріп бересіз ау. Тоқтаңдар. Сен бара берші негізі. Олжас Билов, сәлем. Сен ғой бәрін істеген. Мен ASMR түсінбей қойдым просто. Мен де ең бірінші сәлем сошиалсында. Сәлем сошиалдың жаңағы Ерлан Астанадағысы. Лифтте кездесіп қалдық, сосын маған ASMR деген екен білесің ба деді. Білмеймін дедім. Түсіресің ба деді. Мен саған осындай гонорар беремін деді. Жарайды, көрейік енді дедім да. Мен үшін ана вообще расплюнуть. Бірдеңе әйтеуір. Ну ладно дедім. Бірақ айттым, мынандай рамкадан шықпаймын дедім. Өйткені көріп алдым японский, корейский, американскийларды. Мынандай менен күтпеңдер дедім. Вообще ни в коем случае. Сосын кәдімгі қазақтың аспаптары, қазақтың дәстүрлері туралы жаңағы сыбырлап айттым. Қарасам просмотр өте көп болып кетеді екен. Өйткені көпшілікке енді так получилось, Құдайдың бергені тәжірибе деген дауыс ұнайды. И видимо сол дауыс үшін көреді ме білмеймін әйтеуір. Сосын мен кетіп қалғаннан кейін анау апай қайда деген сияқты кәдімгідей апай деген. ASMR апай қайда? Анау апай қайда көп жазды көп. Сосын ол сен келіспей қалдым. Сен мынадан жақсы тауып отырсың ғой, сен маған берсей. Бірдеңе сосын қош түспеймін дедім. Кетіп қалдым. Ұнамайды маған дедім, кетіп қалдым. Сосын бірақ енді қанша уақыт өтті ғой. Инстаграмда опрос жасайсың, пост саласың, сторис саласың. ASMR. Екі сұрақтың бірі. ASMR. Кездестіріп қалам. ASMR. Кішкентай қыздар кездестіріп қалам. ASMR. Тәтелер, көкелер, әріптестер. Боже мой, мен ASMR-ші болып кеттім. Мен негізі... Ассоциациямен кеттім. Ни в коем случае. Это как для меня было как TikTok. Что айтсам ше? Дегенше. Енді не ой бар? Енді түсіремін контент. Өйткені ертегі айтып жатырмын. Өйткені ертегі ешкім айтпайды. Ертегіні в принципе ұйықтайтын кезде айту дәстүр қазақта бар нәрсе. И ертегі арқылы философия айтуға болады. То есть идеология жіберуге болады. А мен идеологпын. Мысалы қазір түсіріп жатқан форматымыз подкаст қой. Иә. Мысалы подкаст изначально аудио формат. Негізі видео жоқ қой. Иә. Бірақ та видео жоқ, аудио формат. ASMR тоже сондай ғой. ASMR да сондай ғой ана. Мынандай нәрсе. Енді біреулер деген слишком жоқ, ол андай ғой, кішкене фетиштің айналасында мен соны бар ғой на самом деле. Потому что, ну, как можно слушать, как кто-то там ана баяғыда помните, ана пузырьчиктер болды ғой. Ол оказывается мен жағы тәте бар. Көрмесе ұйықтай алмайтын кәдімгі. Просто успокаивается. Просто нашли в этом. Жоқ, у каждого жаңағы ми вырубать ететін өздерінің отдельный инструменттері бар деген сияқты. Мысалы біреулер жаңағы музыка қоспайды, біреулер подкастыны, мен мысалы аудиокнига тыңдай алмаймын вообще. Потому что мысалы анау оқыған адамның дауысы ұнамайды, мен внутренний голосым чуть побольше читает. Мне достаточно просто положить голову в подушку. Да, жоқ, менде сондай ғой, мен ішкі досым анадан жақсы оқиды, поэтому еще тем более аудиокниганы жазған кезде, анау озвучивать еткен кезде андай ғой. Подошел к нему Фицджеральд и сказал ему: ты кто, Дархан? Дейтіндер сонда кәдімгідей ойнатып, ну, слишком, ну, просто андай свободно оқисың да текстті. Поэтому аудиокнига мысалы жатпайды. И все, мен подкастқа жатып алдым. Қатты жатып алдым подкастқа. Аудио тыңдайсың, жаңағы әңгіме емес, сізге соны айтып отырғанмын. Неге сіз сондай форматты, жаңағы ертегі уже подкасттың форматы, да. Мен сіздің ең бірінші, екінші походу, да, подписчик боламын. Екінші подписчик? Бірінші подписчик Ануар болды, по-моему. Жоқ, бұл кісі уже, по-моему, бірақ ондай оқырман бар. Да, если отдельно ютубте если отдельно подкаст жасайтын болсаңыз, бұл жақта қазір подкасттың платформалары көп қой. Apple'дың өзінің подкасты бар. Обязательно. Жақсы.
бересіз ғой сразу подписаться. ютубта не жаңалық болып отыр, не жаңалық болайын деп жатыр? Білмеймін, біздер қазір сол жасап отырмық ютубқа проекттерді көреміз. Әзірге сол келе жатқан, иә? Сериалдар қазір деген веб сериалға мода кетті ғой. Бәрі веб сериал түсіріп жатыр, бізде дайындап жатырмыз 2-3 сериал қазір. Алмас, сен менен 2-3 жас үлкенсің. Да? Бірақ әлі бойдақсың дегенде тақырып бар. Бойдақтың темасы да бізде негізі дұрыс қыз жоқ, дұрыс жігіт жоқ. Сен мына жерге технично бойдақ қалайшының рекламасын. Жоқ, ол емес. Классный футболки. Бұл живая реклама. Оны асықпайық. Нативная реклама. Спасибо. 100. Мы поделимся. Это не точно. Фраза айтқан 100. Фраза айтқан үшін? Доллар. Мы не просили. Енді былай, Алмас, неге бойдақсың? Не болып қалды саған? Не жетіспей жүр? Болмаса психологически мүмкін бір көмектер керек па? Мен психолог емеспін. Жаңадан бері сөйтіп кетіп жатыр ғой, қайдан білейін. Скажи мне, в чем твоя проблема? Мен дәл сол сұрақты саған қоя аламын ғой. Арамыз жоқ, енді сен жастарың қаншада? 29-ға келеді. Мен 26-дамын. Нормально ғой? Жоқ, нормально ғой, иә. Енді бірақ қазақи таныммен алып қарасаң, жоқ, негізі нормально емес. Жоқ, қазір түсіндірем. Былай ғой, енді қазіргі заманның қазір жалпы кеш жетілетін деген дұрыс емес шығар, бірақ кеш сана кіретін, ескіретін дейді ғой біздің абай. Сондай заманда. Сондықтан негізі адам ес жинамай, етегін жинамай, есін жинамай үйленбеген дұрыс. Әйтсе проблема көп болады. 15 жастан бастап дұрыстап өзіңді бүйтіп сүйреп тиктокқа емес. Туғаннан? Иә, жаңағы. 15 жастан туғаннан. Еркек бола бастағаннан мен ертең өстем ал, сөйтем ал, папаң айтқандықтан өзің ертең мен осыны істесем осылай болады, 3 жылдығын ойламаған еркектен без деген осы емес па? 10-ға келдің ба, 13-ке келгенде сөйтуім керек, сол кезде мен қолымда нал сағат тұру керек, мен үстімде нал болу керек деп ойлай бастау керексің. 16-ға келгенде мен өсіп жүрмін керек, мына машинаны ала алатындай болуым керек, 18-ге келгенде мен келіншегім мынандай красавица өсіп тұру керек та, 20-ға келгенде мен алуым керек деп ойлай бастау керексің. Деп мен сондай қойсам да, маған красавица келіншек деп. Бірақ сен слишком, да? Жоқ, не қара, нормальный жігіт жоқ деген опять-таки старая тема, значит нормальный қыз емес. Потому что когда ты хочешь жениться на принцессе, ты должен быть сам принцем, понятно. Требуешь соответствовать деген білер ғой. Конечно. Өйткені жарайды, требованиялармен үйленесің ғой ертең. Ол требованияға сәйкес болып анау деген байқұс өзімен өзі жұмыс істейді. Сосын бірге тұра бастайсың ғой, той бітеді, кредит бітеді. Сол кезде ке дейді ғой. Өзің ше дейді ғой, сол кезде тұра тұршы. Күн бітті, кәмпит бітті, киноға бармайтын болды. Так дейді ғой. Сол кезде саған қиын болады ғой. Оған қалыптасу үшін. Жалпы сол үшін өзімен өзі жұмыс істеп үйрену керек та. Андай моменттен құлайды екен де бәрі, оказывается, принцесса тоже пукает деген нәрсе бар ғой, сол жақтан құлайды екен көбі. Мысалы, үйленіп алады. Они пукают? Ну, наверное. Жоқ, менде басқа ғой. То есть жаңағы ғой, то есть мына есть какие-то там долгосрочные цели деген сияқты. Пока мен өзім планкаға жетпегенше, өзімді асырайтын планкаға там мысалы, да, хотим запростар жасайын көреді ғой. Мысалы, пока мен деген там мысалы не успокоюсь, что вот міне мен ертең бүйтпеймін, қарамаймын, ой, блин, үйленіп алып там, блин, ана қыз. Енді адамды сен өзің семьяңа алған үшін, өзің өміріңізге кіргізгеннен кейін ол адамның ответственностьін аласың ғой. Иә. Бізде қазір андай ғой, қазір мен байқадым, просто кейбіреулер мысалы жүріп отырады, үйленіп алады, да, если не срастется, то разведемся деген нәрсе. То есть, ну, развод деген нәрсе, он должен быть закрытый вообще. То есть, как былай болып жатыр развод деген нәрсе қазір бәрінде. Поэтому, то есть, ондай нәрсеге әкелмеу үшін мен таңдап жүрген жоқпын. Ойламаңыздар. Мен өзімді жеткізе алмайтын сол уровеньге. Пока ты сам осознанно не подготовился к семье деген сияқты нәрсе. Баяғы біздің философия. Есть одно но. Баяғы біздің философия. Бас еке болмай. Жақсы көріп қалу керек бәрібір. Жоқ, онысы никак. Сезім түрту керек сол кезде. Сенің бар ма, жоқ па. Ол кезде сен уже автоматически тез ақша табасың да. Үйлену керек. Сол түрту керек, түртпей тұр пока. Мойындаймын. Терең кетіп қалған жоқ қой. Фильм бар ма? Тоқтасай. Бойымыз Анализируй то, анализируй это деген кино бар ғой, білесіңдер ма? Роберт Де Ниро ойнайтын. Иә, айта беріңіз. Біз жалпы қазір көп талқылаймыз. Мен туралы өзгелер не ойлайды деп көп уайымдаймыз. Шын мәнінде мен радиода айтатын текстім кетіп жатыр. Өзгелерге сен туралы бәрібір. Сен барсың, сен эгоң бар, сен өмірің бар, болды, сенің жолың бар. Болды.
ол өзге адамның да өзінің жолы бар. Но вдруг өзге адам противоположный пол, конечно, не істесе, былай сенің жолыңда шаруасы болып қалса, тез қосып алу керек та. Иә. Кете бересің. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дегенде енді оның философиясын мен былай түсіндіремін. Нөлден үйленуге болмайды енді әрине. Шамалы фундамент болу керек. Бірақ бывает же цели одинаковые, да? Ты понимаешь, что қызбен таныстың, оның амбицияларын көріп тұрсың, мақсат мұраттарын көріп тұрсың, мүмкіндіктерін көріп тұрсың, қолынан келетін білімін көріп тұрсың. Оның жаңағы тәрбиесін көріп тұрсың, шамамен неге шамасы жетеді, сенімен бірге шапқан кезде скорость қандай болады біліп тұрсың. Сол бірге шапсақ, малымыз екеу бола алады деген ой келсе, міне сол малдың екеу болғаны. Бірақ менде қазір мал жоқ, бірақ мен үйленіп алғаннан кейін амал жоқ малды екеу қыламын деген ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Үйлес, жаңағы Мұхтар Шаханов маған бір 2 жыл бұрын интервью берген кезде, сана биігінде тоғысқан адамдар ғана ұзақ өмір сүріп бақытты болады дейді ғой. Қатынап бала туғызу ақылды қажет етпейді дейді, өзінің өлеңінде жетінші түйсікке, мысалы. Ақылды қажет етпейді, иә, туғыза салу, бірақ үйлене салу, той жасай салу, қазір өте оңай. Бірақ жаңағы мал екеуі болмайтынның философиясы сода жатыр да, бір дейміз ба, екеуміз де бірдей 50-тіміз ба деген сияқты ғой, камридің тілімен сөйлейтін болса. Жаңа мысалы скоростьпен шауып келе жатыр ма? Біреу BMW или біреу Матиз болса, қиын болып қалады. Мысалы шауып келе жатыр да, мынау чуть-чуть там, да, условно чуть-чуть не дотягивает, поэтому мынау деген кішкене притормаживать етеді, чтобы он его догнал. Мысалы. И вот осы моментте екеуі бірге бір скорость алып кетсе, екеуі бір скорость. Марафонист болады. То есть сол кезде, да, марафонист болады. И а тут мынандай момент болады, көбінде сондай момент. Мынау мысалы шауып келе жатыр да, мынау ладно, мынау уступать етеді да скоростіне. Келеді да мына скоростьқа, мынау деген успокаивается қылады, енді бір темпте тұрып қойды. А мынада, а он знает, что он мына жаққа кете алады. Бірақ та мынаны скорость. Өйткені мына жақта басқа тағы кетіп бара жатыр ғой. Иә. Мысалы, короче, все, мына жердегі мынау басып бара жатыр. И мынада басталады сосын. Бірінші мынау успокаиваться етпеу керек, а мынада сомнение болмау керек. Сосын екеуі біреу деп кету керек. На пальцах объяснить. Бірақ талқылаған кезде бәріміз мықтымыз. Иә, жоқ, на практике проблема. Проблема сода, өзін-өзі біздің проблемамыз өзімізге өзіміз сырт көзіп қарай алмаймыз. Сосын өзімізді өзгенің орнына қоя алмаймыз. Адамдар мынандай бір түсінік бар, жауап беру үшін тыңдайды деген. То есть тыңдаудың мәні тыңдап нәтиже шығару. А бізде қазір жауап беру үшін тыңдайды. Даже сөз аяқталмай жатып, я дейді, жауап береді, мат қылдым ол. Жоқ, тыңдашы, үндемей қойшы. Сосын істеші. Сондай ғой. Екі бойдақ тыңдадық онда сізді қазір. Керегімізді алдық. Бойдақ коллекшн. Енді бойдақтың ар жағынан той деген тема шығады. Иә. Дұрыс па? Той деген тема шығады. Мен бір нәрсені прекрасно білемін. Сіз сұрайыншы сізден, сіз частный тойларды жалпы жүргізесіз ба? Той жүргізгенсіз ба? Халтура деп айтады. Халтура, Халтура емес. Той мен үшін жұмыс. Жақсы, той жүргізгенсіз. Өте үлкен, ірі. Иә, екеуіңіз де енді өте сирек. Мен той жүргізген жоқ. Вот, мен сұрақ. Ол даже той емес. Алмас той жүргізбейді. Мен қанша білемін Алмасты. Негізінде бұл қосымша табыс ретінде күшті зат қой негізінде. Жұрттың 3-4 айда, жаңағы 3-4 сағатта барып, жұрттың жаңағы 3-4 аптада табатын тауып келесің. Тез келген ақша тез кетеді. Жоқ, ондай емес. Мен машина аламын, кеткен жоқ ешқайда. Ну, например. Бірақ жақсы. Дым внутряк түсінбей мен де бүйте ұра берсей. Просто ведущий на моей стороне. Жоқ, не ғой, тез келген ақша тез кетпейді ол негізі. казино сияқты айттың ғой сен? Жоқ, ладно, может быть. Той деген еңбек қой, ты что, не знаешь? Жоқ, білем еңбек екен, потому что мен бір рет, мен шыны керек, менде не болды, жаңағы көрейікші осы деген ба? Көрейінші деген болды. Мен біраз достарым тамада, танисың. Солармен бірге бір рет шыққан жоқ, мен просто келдім, жаңағы олар айтады да, просто қонақтар, орысша қонақтар бар, если что, давай по-русски. Короче, біз жарайды деп мен бірге шықтым да солармен. Ол проблема. Сен камерный адамсың ғой демек. Неге? Камерный адам. Жоқ, өте узкая аудитория. Жоқ, мен мысалы, мен той жүргізбегенмен корпоративтерін жүргізіп тастадым мен. Вот, иә. Мысалы. Идеальный, потому что опять-таки мен кейбір кезде жаңа за базаром не слежу деген бар ғой, мысалы менде ондай бар. Тойда ол нәрсені қатты фильтровать ету керек. Бір, екіншіден жаңағы мысалы келеді да там
бір көршісі либо там бір старый құда мысалы келеді да, ол деген жаңа тойдың иесіне емес претензияны почему-то ведущийға качать етеді. Мен қанша байқадым, сен неге маған сөзді там дарханнан кейін бердің, менің статусым үлкен ғой дейді да, мысалы, а ведущий же по списку. той иесіне ұрсамайды. То есть ұрсалмайды да, соответственно, кімге келеді, жүргізушіге келеді. Там мысалы жүргізушінің шуткасын түсінбей қалуы мүмкін біреу да, мысалы, опять-таки то есть жаңағы уже туыстармен болған кезде біз әрбір адамның 2-3 маскасы бар дейді ғой, біреу туыстармен, біреу там өзінің достарымен, біреу жаңа сенің инеңмен, жақыныңмен деген сияқты да. И сол кезде жаңа мынандай да, тойда бәрі в основном и андай түртіп қалсаң кішкене қатты восприимчивый нәрселер бар. Корпоративтер оңай, рахат, бәрі тойып алған, бәрі бір-біріне. Екі түрлі мақсатпен келеді ғой, корпоративке уже целенаправленно бұл целенаправленно все келдім, мен демалдым, бүйттім, сөйттім. Как хочешь тычкой. Нормально. Бірақ выпускной да сол. Ол мен мысалы корпоративті алып жүргізе беретін едім на самом деле. Бірақ та андай момент болып қалды, что бір мезгіл мен қараймын да, блин, мен не істеп жатырмын деген нәрсе болып қалды. Негізі көп қатты білмеймін, енді ешкімнің көңіліне келмейтін шығар. Прям кәсіби түрде айналысып кеткен дұрыс емес деп ойлаймын. Вот. Мен енді машина алғым келді қатты. Қызыл пиджакты алып киеді дегендер ма? Жоқ, машина алғым келді. Тоқтап қалған жігіттер бар, мысалы, мен танимын. Күніге бір зат. Күніге бір зат. Күніге суп қалған бешбармақ. Сол ма? Жоқ, андай амбициялар бар, перспективалар бар, балдар бар. Тойға кетіп қалды, бітті, тоқтады. Менде андай болды, вот шыны керек да, может быть андай кішкене слишком розовый звучать ететін шығар ол нәрсе. Мен бүйтіп ойладым, қазір мен мына ілініп кетсем тойдың нәрсесіне, мен не замечу, как 10 лет пройдет, и мен тойды жүргізе беремін деп. Кейбір балдар все ілінді оған, короче. Жаңағы үлкен кісі тамадаларды көрдім ба, андай көрсін, жүргізіп жатады, там қарайды достар, көздері жоқ, грусть, все. Мысалы, өмірлер не так пошло, как у них пошло, мысалы. И менде андай ой болды, короче, блин, вот завтра у меня дети спросят, короче, там дети будут общаться, говорят, а кто твой папа? Я говорю, мой папа инженер, или там мой папа банкир, и ана жібермей қалады деп қорқамын да, мой папа тамада деп айтып жатыр. Мысалы, бар ондай адамдар, у которых профессия тамада. Это жаңа, то есть дополнительный заработок ретінде ол нормально, может быть. А кейбіреулерінде ол прям все профессия жизни. Кетті ол, міне все, карантин басталды, той тоқтады, не істеді ол? Я романтик в этом плане. Мен опять-таки, мен слишком қазақ классикасын көп оқыған адаммын. Значит, проблема в тебе. Жоқ. Мен қазақ классикасын көп оқыған адаммын. Мен енді мойындаймын, өте аз аудиториядағы тойларды жүргізгенмін, өте бір қымбат тойлар. Өйткені кезінде айттым, мен жүргізе аламын, мен импровизацияны білемін. Мен корпоратив андасында жүргіземін, мен тойда да жүргізе аламын. Бірақ бір өзім емес, ешқашан бір жаңағы КВНшілер, казахидаған жігіттер, қастарында әдемі қыз болып, қазақша Төле бидің, Жиренше шешеннің, Айтеке бидің, Қазбек бидің сөздерінен цитаты келтіріп, үлкен кісілерге бата беретін кезде, ну такой бата я вам сотворю, да, там, әдемілеп подводка істеп беремін деген сияқты. Сол үшін мені шақырады, мен әдемі жаңағы инновативный болып барып істеп беремін. Бірақ мен енді Шархан Мұртазаны оқыдым, Мұхтар Әуезовті оқыдым. Олар деген әдемілеп қазақтың асы, тойын суреттейді кітапта. Нағыз шешен, нағыз отылды, орақ ауызды, нағыз духовиты даусымен, жігерлі, то есть бүкіл іштегі қуатты энергетикасымен, даусымен өзін тыңдата алатын лидерлер той жүргізеді. Тыңдатады, уағыз да жасайды, идеологияны да тығады, тәрбиелейді де жақсы жаман қылады. Сол настоящий жүргізуші. Просто қазір тамадалар кішкене жеңіл қылып жіберді. Өйткені сұраныс солай болып қалды. Тағы да айтам, сұранысқа сай жаңағы нәтиже. Ертең біз дұрысталып келедік. Мен өте оптимистпін. Біз жаман емес, біз дұрысталатындай. Негізі бірақ көш ілгері келе жатыр. Әлдеқайда жақсарып келе жатыр деп ойлаймын. Сондықтан дұрысталады. Жақсы болады. Шынымен ғой, бізде тамадалар сондай болып кетті. Басында сәлеметсіз құрметті достар. MP3 концерт сияқты. MP3 концерт. Осылардың тойған келмеген. Бірінші сөз осыларға кетті. Музыкальный номер осындай там қанша еңбекшілер тобы кеттік. Ну это, знаете, такие маленькие тойлар, арзан тойлар. Мен күшті тойларды көрдім. Қан спектакль сияқты тойлар. Там даже тамақ жемей қалатын. Минутпен бәрі расписанный сценарий. Расписанныйдан бұрын ана жерде прям отдаются лучше, чем на концерте. Прямо супер. Потому что гонорары больше. А вот в этом и проблема же. Почему тойдан концерт жасап, мысалы, не үшін? Ну, захотел. Мен, мысалы, до карантина еще. Ол жаман нәрсе емес негізі. Может быть. Жоқ. Мен замын, чтобы той, это мероприятие было очень красивым. Если человек хочет этого, если у него реально много родственников. В первую очередь, если у него позволяет возможности делать. Потому что бізде, мысалы, жарыс болып кетті. Жаңа тойды көреді, мысалы, аналарда концерт, аналарда прям поминутно все распит. Я тоже так хочу дейді. Мысалы, бітті.
ақшасы жоқ андай мысалы мероприятияны жасауға да бірақ та енді тырысады кредитке кредит қояды қоятын шығар деп ойлаймын қояды өйткені кез келген нәрсе кезеңмен біздің жалпы өмірімізде айтылып жатқан дүниелер ғой негізі қояды кредитке машина алу деген қазір азайды иә кезінде бүкіл машина кредит еді қазір ондай жоқ кредитке той жасау деген адамдарға ескіріп жатыр деген сияқты ғой түсінді кредит просто кредит алғандарды білемін карантин көрсетті ғой иә негізі пандемия көрсетті пандемия біраз нәрсені көрсетіп жатыр бұнсыз да өмір сүре алады екенбіз ғой бұнсыз да көңіл көтере алады екенбіз ең бірінші рет кредит деген нәрсе пайда болғанда мен бір әріптесім 400 мың алған жай кредит алып көру үшін не деп мен жауап көрдім солай вот міне сосын соны төлеп жүрді айналайын ау в смысле сен пацан к успеху міне сол міне қояды қалады бәрі дұрыс емес екенін көреді жамандайды дұрысталады кому хочется сделает классный той кому не хочется не будет той жасайсың ба ертең мен карантиннің алдында да айтып жүрмін той жасамаймын деп карантинге қатысы жоқ жалпы той жасамаймын үйдегілер сен жасамайсың ғой үйдегілер ғой негізі қой уже андай жасқа келдім деп үйленсең болды деп па деген жасқа келдік баласы бар бірақ бетке басады бірақ мен білемін ертең ойбай ертең мен уже все үйленіп алғаннан кейін отырамын жасай саламын деп мен сондай мысалы мен қорап қойды әдемілеп жоқ мен білемін мен ұзатуымда мысалы мен мама папам жоқ ата әжем кеткен енді мен шығарып салатын енді жоқ деп айтпай ақ қояйын бірақ главное соларға ғой той керегі кішігірім жасай салуға болады менің жағдайымда ше мысалы сөйтіп кішігірім қылатын болдық бірақ енді ананы шығармаса ұят қой тойына барған емес айналайын ау сен кішкентай тойына барғаннан бұрын есепті қойғанда кішкентайыңнан сен өстіп өсірді ғой сен сөйткен деп есіңде ме сөйтіп жүрді ғой деген сияқты әңгіме кетеді қалай сен оны шақырмайсың сөйтсең 150 алып болып кетті ғой дейсің сосын кім бар сен бұрыннан араласатын Серік Ибрагимов бар досың ғой енді оны қалай шақырмайсың ол келеді ана айтып береді ой анау досың ғой сен анау келеді сол кезде бір кәдімгі той болып кетеді ше мысалы ондай ғой енді мен мысалы ауылда класстастарым сөйтіп айтады мен той жасамаймын десе олар оказывается күтіп жүр екен сен тойыңа бар менің тойымда свадьбамда кешірім сұраймын 400 адам ма болды бірақ той біткеннен кейін тойыма шақырмаған үшін ренжіген адамдардың саны 500 болған сияқты олар концерт күтіп жүр екен олар менің тойымды емес мен үйленгенімді емес олар блин сенің тойыңда жұлдыздар болады ғой сонымен фото түсіп я говорю мен шақырмаймын мысалы білмеймін енді жоқ ондайлар да бар просто айтқан адамдар бар ондай сөйтіп короче бірақ мен жаңағы сол айтып отырмын ғой менде үйленбеймін деп айтасың ойлайсың жаңағы блин ананы қалай шақырмайсың карантинде үйленіп алып жүрсің ютуб дей бердім ғой негізі мен де қақсап өйткені біз ютубқа шығамыз ғой қысқасы былай ютубта өздеріңіз не көресіздер инстаграмда не оқисыздар сонымен қысқаша бір бөліп шығыңыздар ютубта жаңа айтып қалдыңыздар ЧБД көреді екенсіздер мен көремін иә мен де көремін ештеңесі жоқ ЧБД деген не что было дальше көрмеймін неге құдай қалай қалай көрмейсіз трендтен спиді ғой шыққаннан бері бір апта бойы тұрады бірінші орында мен сендерге айтайын ба Шешіне Сабуров бар ол біздің жерлес қалай көрмейсіз мен ютубта в тренде дегенді баспаймын менің уақытым жоқ шын айтайын жақсы жалпы ютуб қарайсыз ба вообще қарамайсыз ба мен осы кезде неше оқырман бар екен білмеймін то есть вы настолько уақыт жоқ телевизорда қарамайсыз иә первобытный бірақ иә сіз түнгі сағат 2-де қолына телефон алып ютубта кстати самый андай нелерді ютубтың мысалы алгоритмдері жаңағы трендқа шығарған кезде жаңағы просматривание мен жаңағы удержание аудитории любой жерде телевидениеде да олар сол самый просматриваемый қандай контент екенін білесіздер ма детский кстати бізде детский контент знаете почему оказывается почему детский потому что дети смотрят да вау что нет жаңағы удержание деген нәрсені айттым ғой дети маленькие дети которым вот осылай планшетті қойып та талдарына мультик қарап отқан кезде просто оказывается прокрутить переключить деген нәрсені білмейді екен да мысалы олар бір мультикке жасып қалса басынан до конца қарайды ғой мысалы ана бірінің артынан бір мультик жүре береді ғой мысалы там менің қызым біледі жоқ басында білмейтін шығар басында білмейтіндер оказывается чисто сол критерий бойынша олар оказывается самый просматриваемый. То есть понятное дело, что любой самые продаваемые детские одежды, самая продаваемая детская игрушка, самый просматриваемый детский контент. Потому что у них нет права выбора. У них нет права выбора, иә. Да, и потом өзің балаң үшін бәрін жасайсың деген сияқты нәрсе болмаса. И YouTube қойып бересің сізге кстати идея ғой детский контент істеу как раз таки қызыңызбен. Да, изначально как идея ретінде. Бірақ балалар шаршап кетеді деп естідім ондайдан ше. Ана жоқ мен қызымды түсірмеймін. Қызымды не хочу. Жалпы балаларға. Балаларға контент қазақша
контент істеймін. Мен жалпы баланы түсіруге қарсымын, өйткені бір кездері анда-санда сториз жаңағы садикте жүгіріп келе жатып мен құшақтап алатын сториздерін салып жүрдім. Сол кездерде жаңағы мегаға басқа жерге барамын ғой, Адияны таниды, Марвинді таниды, кез келген жерде Адия дейтін болды. И ребенок түсінді, что оны таниды. Что ол шамалы басқаша болып тұрған. Басқа баланы танытқан жоқ, оны таниды. Жаңағы кейбір кездерде адамдардың чересчур вниманиесі ілтипатын көріп қалады. Мінезіне әсер етті ол нәрсе. С тех пор я ее вообще не публикую. Неде бар ғой ана кімнің Россияда Рудковская мен кім еді ана? Гномич ба? Ну, мысалы, сол баланы просто мем болып кетті ғой, білесің бе? Что, то есть, мысалы, Гномич деген персонаж жасалды, сол баламен. Біраз педалить етті. Мысалы, бала уже қанша 10-ға келді ме, 11-ге келді ме, уже үлкен жігіт. Әлі күнге дейін Гномич мысалы. И ты понимаешь, что ертең через 7 лет, когда ему 18 будет, он до сих пор будет Гномич. Бетіне басады, комплекс пайда болады. Комплекс, мне кажется, у него уже комплекс есть, потому что фотоларын көресің, түрі жаман на самом деле ана баланы. И просто психологически здоровьесіне өте страшно ана баланы. Ну, прикинь, сен 18-десің, сен әлі күнге Гномичсің да? Или сен 30-дасың, бірақ әлі күнге дейін розовый зайчиксің да? Жоқ, ол емес проблем. Гномич болып қалғанында емес мәселе. Ол просто, он все время будет стараться нравиться. Этот мальчик, вот камера... Синдром отличника. Камера вот приучает к этому. Мен сендерге айтайын, мен 15-сінде ма шыққам? Эфирге ма? Иә. И вот осы нәрсе менде, мысалы мен әйел бақытын жүргізгенмін да, прям уже все, это фейл. Өйткені 3 әйел отырады, Қарагөз Сүлейменова, Ләйлә Сұлтанқызы есен. По-любому анандай үлкен әйелдердің жанында сен кішкентай жас қыз, по-любому сен жаман боласың. Сөзін бөлетін, жарнамаға кезек беретін, тоқтатады. Сен жамансың. И менде күніне бір кем дегенде 200 комментарий. Ол кезде Инстаграмда әлі 10 000 оқырмаған ғана. 200 комментарий, это слишком много. После шоу 200 комментарий хейт келеді. Отырып жылайсың. Өйткені ұнамайсың ғой ешкімге. Сөйтіп мен эфирден мені алып тастаған кезде Ләйлә біреу звать мен продюсер болған. Кәдімгідей қуандым ғой, эфирден кеткен. Мен даже эфир жүргізгім келмей қалды сол үшін. До такой степени, что мен көремін, мен жаманмын деген сияқты. Ешкімге ұнамаймын. А хейт не үшін келді? Не үшін келді хейт? Жаңағыдай айтады ғой. Грязный жұмыстарға осыны жібереді да. Осыны Айгерін жібереді. Ақайлар тоқтамайды. Рекламаға сөз беру, біреу ұрысып жатса арасына кіріп кету, ұрыстырып қою деген сияқты, иә? Ұрыстырып қою деген жоқ, бірақ сондай. Иә, примерно айтып жатқаным ғой. Жақсы, рахмет. Иә, бар ма тағы айтатындарыңыз іштеріңізде? Босат қойын қажет дегенмен. Босаттыңыздар ма? Тағы бір сағат жарым. Айналып тұру, флешканы толып кететін болды. Әбден толтырып қойдыңдар ғой. Подкасттың давай топ болсын. Иә. Бізде бір қызығы. Бізде аз подкаст. Бізде аз подкаст, бірақ қазір тренд кетті деп отырмын ғой. Сосын андай болды менде де. Қазір мен де подкаст түсіремін. Анау түсіріп жатырмын, мынау түсіріп жатыр, ертең тағы да жұрт шығады ғой дедім. Сосын ішінен. Иә, интервью сияқты ғой. Негізі интервьюдан қазір осы подкасттың несі хайпы кетті ғой. Ішінен қойшы. Сен мысалы серьезно айналысқың келіп жатыр ма подкастқа? Иә. Андай тематический талаш, пожалуйста. Өзінің определенный тематикасы тоже аниме айтатындар көп болып кетті қазір. Иә. Сондықтан қойшы, әркім өзінің көрерменін табар. Өйтіп қазір отыра бересің, қорқа батыр болды қысқасы. Енді мен тағы бір мақтан қояйын. Бізде бірінші шығарылым, тұсаукесер бүгін. Екеуіңіз келіп отырсыздар, оны әдейі тағы да асыз айтып отырмын. Бірінші шығарылымда бізде не бар? Жарнама бар. Бізде спонсорлар бар. Олар спонсорлары тек бізді ойламаған, қонақтарымызды ойлаған. Сондықтан, әбержеш, Рәке? Бойдақ коллекшнның футболкалері ма? Иә, Айгерім ханымда уже қарасы бар, бірақ жазуы не ол? Әке маған. Ойбай. Бұл Бойдақ коллекшн өте серьезный корпорация. Өте серьезный организация. Сізде өткен жолы несі болды? Маскан қайда, еще қарасы болды. И сіз маған жайлап намек тастағаныз ағым қайда деп. Намек тастағаныз ақ хочу дедіңіз. Ақ хочу дедіңіз, иә. Мен кесеге ағыңыз, өзіңіздің размеріңіз. Сіздікі жүрегін тыңда. Алмастікі ешқашан көтке кірме. Иә, в общем, бұл саған емес. Хотя білмеймін енді, бірақ жаңағы бұны оқыған адамдар охо деп не кірмеңдер. Иә. Білмеймін, ЛК размер. Жоқ, неге сонда ол туралы неге ойлайсың? Не затты? Крупный туралы?
жоқ ойламайсың демек ғой ол идеология сенің басында тұр ғой өшір қазір тағы да басталып кетеді қазір ол айналасындағыларға қайтаға не ғой предупреждение кірмеңдер жақсы рахмет келгендеріңізге андай не айтады қалай айтады колокольчик ондай керек емес керек болса басарсыздар керек емес болса керек жоқ бәрі от души болсын сәттілік те иә сәттілік давай рахмет главное жақсы контент жасашы енді иә көрген адам ертегілер оқымасақ та тырысамыз ғой жоқ түсініп отырмын ғой енді иә